қарызым бар еді. Әжептәуір қартаңдау кісі бүкірейіп, қалың көлеңкесі бар ағаштың астында қатты жылап жатқан еді. Алпамсадай бойы бар бір жігіт ішімдікке ақша сұрап, оған айқайлап бермеген соң шапалақпен қатты тартып жібергенді. Қарт қаңбақтай ұшып түсіп, жерге құлаған еді. Осы жағдайды көрген айналадағы жұрт жүгіріп көмекке келген еді. Бәрі бір ауыздан ата, жақсысыз ба, бәрі дұрыс па, бір жеріңіз ауырып тұрған жоқ па, ол малғұн не деп сізді ұрды, таныс па әлде бөгде жан ба еді, деген сияқты сұрақтарды жаңбырша жаудырып жатқан еді. Қарт кісі ештеңе болмағандай орнынан түрегеліп, үсті басын қағып. Бұрыннан қалған бір қарыз бар еді, соның төлемі ғой. Ол өз міндетін атқарды. Бары сол, қасына көмекке келгендер оның осы сөзіне түсіне бермеді, әрі қайта-қайта сұрай бермеді. Жерден таяғын алып беріп қолына ұстатты да асығыс тарасып кетті. Ешкім қалмаған соң басынан осы оқиғаның куәсі болып отырған бір жігіт оған жақындап келіп амандасты да, ол жігіт сізді қатты ұрып жіберді ғой. Көлеңкеде біраз отырып демалыңыз, есіңізді жинап алсаңыз дұрыс болады деді. Қарт шаршаған кейіппен дәу ағаштың басына қарап, менің осы ағаштың көлеңкесінде демалуға қақым жоқ, балам өлгенше де болмақ емес. Жігіт оның осы сөзінен түк түсінбеді. Оған не айтады екен деп қарай берді. Осы кезде қарт өзін ұстай алмай, егіліп жылай бастады. Жылай отырып сөзін бастады. 50 жылдай болды. Марқұм әкем осы ағаштың астында демалып отырғанды. Тура жаңағы баламның мені ұрған жерінде әкемнен темекіге ақша сұрағанмын. Ол ақша жоқ деген соң, оған қатты сөздер айтып, оны ренжіткенмін. Жігіт оның сөздерін естіп, не айтарын білмей үнсіз отыра берді. Қарт бір сәтке жылауын тоқтатып көзін сүртті. Сол кезде жігіт, ата, сізді машинамен үйіңізге жеткізіп тастайын деді. Қарт, балам, үйім өте алыс, бірақ сонда да мен жаяу барамын. Себебі әкемде мен оған қатты ұрысқан соң үйге дейін жаяу қайтқанды. Мен де жаяу қайтамын, әрі жол жөнекей моласына соғып, рухына Құран бағыштап кешірім сұраймын деді. Міне өмірде не ексең, соны орасың деген осы да. Сондықтан істеген әр ісімізді мың ойланып, бір пішкен жөн. Ешкімнің ала жібін аттамай, адал болып өмір сүріп, ата-анамызды және айналамыздағы барлық жанды құрметтеу адамшылық парызымыз деп білу керек.